Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Елімізде болып жатқан төртінші жағдайларға байланысты бүгінгі онлайн сабағымызды бастаймыз. Good morning, dear students. I am Suleymanova Munira Shavkatovna. I am English teacher. Today we have a new lesson about breakthrough technologies. In it, Pepper the emotional robot. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз озық технологиялар, соның ішінде Pepper эмоционалды робот. Let's go. Бастаймыз. Today we have a new lesson. We are going 7th module, breakthrough technologies and Pepper emotional robot. Yes? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Pepper эмоционалды робот. Назарларымызды экранға аударайық. Let's go seeing a videos. Видео тамашалаймыз. Мына breakthrough technologies, озық технологиялар, соның ішінде Pepper the emotional robot. Pepper эмоционалды робот. Pepper the emotional robot. Pepper эмоционалды робот. Imagine a robot which can tell how you feel just by listening to the sound of your voice and looking at your body language. Pepper роботы сіздің дауыс ырғағыңызға қарай, сіздің қандай көңіл күйде екеніңізді сезіне алады. It sounds like something from a sci-fi film. But this technology is already here. Бұл фантастикалық фильм сияқты естіледі, бірақ бұл технология дәл осында. Meet Pepper the social robot, which can understand human emotions. Ал онда адамның эмоциясын түсіне алатын роботпен танысайық. Pepper was created by a French company called Aldebaran in 2014 and went on sale in Japan in 2015 and in the USA the following year. Pepper роботы Францияның Aldebaran компаниясында 2014 жыл шығарылды. Ал Японияда 2015 жыл сатылымға шығарылды. Келесі жылдан бастап Америка құрама штаттарында сатыла басталды. And even though it costs more than $2,000, the robot is very popular. Pepper роботы өте танымал, оның құны $2,000. Pepper is humanoid robot. Pepper ол эмоционалды робот. This means that it looks like bit like a person. Яғни бұл деген сөз ол адамға ұқсайды. It is 1.2 meter tall with a head and 2 arms. Оның бойының ұзындығы 1,2 метр және басы және 2 қолы бар. Its head has got 4 microphones and 2 HD cameras, one its mouth and one its forehead. And these all of it move around and connect with people. Бұл роботтың басында 4 микрофоны, HD камерасы, екеуі аузында, ал екеуі бас айналысында орналасқан. Бұл камералар адаммен байланыс жасау үшін жұмыс атқарады. Pepper can understand 20 languages, and it can know if it's talking to a man, a woman, or child. Pepper роботы 20 тілді меңгерген. Ол ер кісімен, әйел кісімен және баламен сөйлесіп жатқанын ажырата алады. Also, of course, the robot can understand how a person is feeling by the tone of their voice and their body language. Және робот адамның өзінің дауыс ырғағына қарай қандай көңіл күйде екендігін де ажырата алады екен. Then if you are feeling sad, it tries to make you happy. Егер сіз көңіл күйіңіз түсіп тұрған болса, ол сіздің көңіл күйіңізді көтеруге тырысады. It can tell you a joke, sing a song, and even dance to cheer you up.
Ол сіздің көңіліңізді көтеру үшін қызықты әңгімелер айтады, өлең айтады және би билеп береді. Pepper might not sound very useful. After all, it can't cook food or help with housework. Pepper роботы тамақ пісіруге немесе үй шаруасын көмектесуге болмайтындықтан, ол пайдалы болып көрінбеуі мүмкін. But in many places, this robot is making a big difference in people's lives. Бірақ көптеген жерлерде бұл робот адамдардың өмірін айтарлықтай өзгерте алады. Two hospitals in Belgium, for example, use Pepper as receptions. Мысалы, Бельгияның 2 ауруханасында бұл роботтар хатшы болып жұмыс істейді. These upgraded models can do various jobs around the hospitals. Бұл роботтар ауруханалардың айналасында әртүрлі жұмыстар жасай алады. For example, they can greet new patients and walk with them to the correct department. Одан бөлек, мысалы, олар жаңа пациенттерді алып, олармен бірге өз бөлмелеріне де апара алады екен. Also, they can cheer up sick children and help them to do their physical exercises. Одан бөлек, сол Бельгияның ауруханаларындағы ауру балдармен жаңағыдай көңіл күйлерін көтеру үшін қызмет атқарады және физикалық жаттығулар жасатады. The inventors of Pepper are always creating new software to improve the robot. Өнертапқыштар роботты жақсарту үшін әрдайым жаңа бағдарламалық жасақтама жасайды. They also say that Pepper has the ability to learn by itself over time. So, who knows what Pepper will think of next to put a smile on our face. Сонымен қатар олар Pepper роботының уақыт өте келе өзін-өз үйренуге қабілетті екенін айтады. So that's all. Do you understand? What is the Pepper robot? Pepper robot дегеніміз не екенін түсіне алдық па, оқушылар? Енді түсінсек, жаттығу орындаймыз. Let's go. Questions. Model 7. Pepper the emotional robot. Questions. Pepper the emotional robot. Pepper эмоционалды робот. Complete the paragraph with the missing words. Қалып кеткен жерлерге мына төбеде тұрған сөздердің сәйкесін қойып жазып шығамыз. For example, мысал ретінде мен біреуін көрсетем, қалғандарын өзіміз орындаймыз. Pepper the social robot was created by a French. Pepper эмоционалды роботы Францияның несінде шығарылды? Компаниясында. Yes, company деген сөзді басамыз мәні. Company. Түсінікті ғой, иә? Егер сіздер дұрыс баспайтын болсаңыздар, өзі сразу қате екендігін айтады. Мысал ретінде біз jokes деген басатын болсақ, бұл жерде қате екендігін көріп айтып тұрады, иә? Pepper эмоционалды роботы Францияның компаниясында шығарылды. Міне, бірінші сөйлемді өзім жасап бердім, ал келесін өздерің жасап, маған Platons арқылы жібересіңдер. The lesson is over. See you soon. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.